Қазіргі күнде инновациялық технологиялар жылдан жылға жетілсіп, жәмиеттің рауажлануына айтарлықтай үлес қоспақта. Еліміздің бірқатар жастары бұл бағдардағы алған білімдері тикарында қолда бар имканиятлардан дұрыс пайдаланып, өздерінің қабілетлерін сынап көрмекте. Демек, рубрикамыз арқылы осындай жастардың бірі менен танысамыз. Студентлік алтын дәуір. Онда ізленіс бар, имканият мол. Осындай абадан тұрмысымыз, тыныш елде жасап, минет етіп, оқып білім алуымыз, бұл біздің бақытлы келешегімізге тикар жаратады. Қаресізлік берген имканиятлар кеңлігі әсіресе жастарымыздың білім алу барысындағы ізленістерін қоллап қуатлауға қаратылып атырған қамқорлықлар тұрмысымызда әхметлі орын иеленмекте. Мұхаммед Ал-Хорезми атындағы Ташкент информация технологиялары университеті Нөкс филиалында да студент жастарға кең мүмкіншіліктер жаратпақта. Қабілетлі һәм зерек жастарды анықлау, оларды қошаметлеп бару жақсы жолға қойылған. Наурыз Нөксбаевта осы оқу дәргайына келген жылдардан бастап ақ теңдеслері арасында өзінің ізленушілігі, білімге құштарлығы менен көзге түсті. Студент жастар арасында өткерілетұғын түрлі таңлау һәм жарысларда қатнасып, жақсы нәтижелерге ерісіп келмекте. Мемлекетімізде жастарға беріліп жатқан имканиятлардан жақсы пайдаланып кеткен бақытты жастардың бірі боламын. Лицей көлемінде көптеген таңдауларда қатынастым. Сол таңдауларға қатынасуға ұстаздарым жақсы жолдарды көрсетті, тура жолдарды көрсетті. Лицейдегі 3-ші курс уақытында Қарақалпақстан бойынша олимпиадаларға қатынастым. Жоғары оқу орнына кіргеннен кейін де сол компьютер технологияларына қызығысым сөнбей және де артып бара берді. Себебінен көптеген таңдауларда, жарыстарда қатынастым. Атап айтатын болсақ, 2-ші курста инновациялық идеяларla өзімнің ең бірінші проектін алып шықтым. Бұл 2-ші курс уақытым еді, бағдарламаластыру бойынша болып өткен онлайн олимпиадамызда тикарғы мақсаты жастарға алгоритмлер бойынша кеңінен түсінік беріп, көптеген алгоритм бойынша шешілетін мәселелерге тез шешу имканиятын береді. Қазіргі уақытта көпшілік адамдар жәмиеттілік ауқатлану орындарына баруды жақсы көреді. Яғни кафе һәм ресторандарға. Сол себепле кафе ямаса ресторанлардың көрсететін қызметлері хақында білу үшін ямаса алдын ала столға бұйыртпа беретұғын болса, сол жердің өзіне баруға тура келеді. Көпшілік адамларға қолайлы болу үшін өз мобил программамды Android платформасында жаратып жатырмын. Бұл программам рус һәм инглиш тілдерінде істейді. Сол себепле бұл программам туристер үшін де мақұл келеді. Яғни бұл программамның басты мақсаты адамларға сол ресторанлардың һәм кафелердің ішіндегі қызметлерін жақыннан білу үшін үлкен имканиятлар жаратып береді. Бұл программаның ең басты тикарғы пайдалы тәреліктерінен бірі бұл ұзақтан тұрып, яғни телефон, мобил программаның өзінен сол кафе ямаса ресторанларға столға бұйыртпа берсек болады. Бұл программамды істеп басылағанда Java программаластыру тілін үйреніп басладым. Бұл тілді үйрену үшін бір айдай уақытым кетті. Кейін Android платформасында мобил программа жарату үшін бұған 2 айдай уақытым кетті. Яғни бұл Android платформасына программа жаратуға ұстазларымнан Азизбек Кадиров һәм Бекбосын Құтылмаров ұстазларым кеңінен жәрдем берді. Осы жоғары оқу орнын біткеріп болып, Өзбекстандағы туризм тарауын рауажландыруға өз үлесімді қосу ойым бар. Яғни туристер үшін инглиш тілінде сайт жаратпақшымын. Бұл сайтымызда Өзбекстандағы бәрше уәлаятлар һәм Қарақалпақстан Республикасы хақында кеңінен мағлұматлар беріліп кетеді. Ізленіс бар жерде имканият болады. Әрбір адамның иелеген табысы, әлбетте, оның тынымсыз минетінің жемісі. Наурыз Нөксбаевтың еле алдына қойған режелері көп. Ол ізленістерін тоқтатпай, қанигелігінің сырларын пұқта меңгеруге, ұстазларының, ата-анасының сенімін ақлауға әрекет етеді. Қала берсе, биылғы жылға президентіміз тарапынан жедел іспілермелікті, инновациялық идеяларды һәм
технологияларды қоллап қуатлау жылы деп атама беруінің өзі де тарау ханегелеріне һәм студент жастарға сенім һәм талаптың еле де артуына, жаңа өретушілік жұмысларының көбеюіне тикар болады.